Бұрынғы өткен ата-бабаларымыз тылсымның тілін білген. Соның бірі осы бата беруде жатыр. Бала кезінде қолымызға құман мен шылапшын беріп, үйге келген меймандардың қолына су құйғызатын, батасын аласын деп. Сырым Батыр бір аста келген меймандардың қолына су құйыпты, бата алмақ болып. Су құйып шыққан соң қолындағы құманды бір жаққа, шылапшынын бір жаққа лақтырып жіберіпті. Неге бұлай істедің, не болды дегендерге бәрі бата берді, бірақ бірде біреуі ғұмырлы бол, ғұмыр жасын ұзақ болсын демеді. Соған қарағанда ғұмырым қысқа болады деген екен. Айтқанындай көп жасамай өмірден ерте озған Сырым Батыр. Бұның екінші жағы да бар. Кей адам анау мынаны көңілге ала бермейді. Сырым Батырда сол сөзге қадалып тұрып мән бермегенде мүмкін көп жасар ма еді бұл жұмбақ. Адам көбіне өзінің жолын өзі кеседі деп те айтады. Өйткені сөзінің киесі бар. Ол бүгінде айтып жүргендей программалап тастайды. Ал ол өмірде кейде солай болып жатады. Ата-анасына өз балаңызға сұқтана берме деп те айтып жатады ғой. Өйткені ең алдымен сол ата-анасының көзі тиеді деген бар. Бұл да шындықтан алшақ емес. Құдіреттің осындай тылсым күштері көп. Бұрынғылар бұны білген.